Анаша фермада Энни есімді әйел қызы Эмилиді іздеп жүр. Мылтықпен қаруланған ол үйді тінтіп жатыр. Ал қыз белгісіз қауіптен жасырынуға тырысады. Қашып бара жатқанда Эмили ақыры өзін жарақаттап алып, лифттен пана табады. Көп ұзамай Энни қызының қанының іздерін тапты. Бірақ оның артында есік ашылғанда таң қалады. Ол қорқып, бірнеше рет оқ жаудырды, бірақ ешкімді таппады. Эмили мылтықтың дауысын естіп, анасы оны тапқанша жасырынып қалады. Алайда түлектердің кездесуі кезінде Энни біреудің келе жатқанын байқап, бұрынғы күйеуі Паулға тиіп, тағы да оқ жаудырады. Содан кейін ол Эмилиге бұрылып, тағы бір рет оқ жаудырады. Кейінірек полиция оқиға орнына келіп, Энниді қызының жоғалып кеткені және бұрынғы күйеуін атып өлтіргені үшін қамауға алады. Осы сәттен бастап фильм өткен мен бүгінді ауыстыра бастайды. Фильмдегі оқиғаларды біртіндеп ашады. Содан кейін Энни қызымен бірге ескі үйге көшкен кезде оқиға өткенге оралады. Энни қиын ажырасқаннан кейін өмірін қалпына келтіруге үміттенеді. Көшу кезінде ол қызды жұбатуға тырысады және бұл екеуі үшін де жаңа бастама болады деп уәде береді. Эмили ата-анасының ажырасуына алаңдап, әкесі туралы сұрайды. Энни олармен бірге тұрмайтынын, бірақ оның өмірінде болатынын түсіндіреді. Кейінірек Эмили өзінің жаңа бөлмесімен танысып қоршап тұрған үлкен жүгері алқабын байқайды. Алайда оның артындағы кенет шу оның назарын аударады. Қызыққан Эмили шудың неден туындағанын тексеруге бел буып, әжесінің ескі бөлмесіне барады. Алайда ол жерге жеткенде ешкімді таппай, бөлмесіне қайтады. Кейінірек, таңертең ерте, Энни үйдің айналасында жаңғырған аяқ дыбысынан оянады. Не болып жатқанын түсінбей, не болып жатқанын көру үшін сыртқа шығып, есіктің ашық тұрғанын байқайды. Ол оны жапқаннан кейін лифттен шыққан шу оның назарын аударды. Ол жақындаған кезде Энни есіктің астындағы саңлауға фонар жағып, арғы жағында бірдеңе қозғалып тұрғанын көрді. Ол қорқып, бірден артқа шегінді. Осы кезде есіктер өздігінен қайта ашылды. Энни оларды жабу үшін жүгіріп келеді, бірақ ол мұны істей алмай тұрып, лифт есігі ашылады. Қазіргі уақытта Энниді шериф Дик сұрап жатыр. Ол ашуланып, Эмилиді неге ешкім іздемейтінін сұрайды. Алайда полиция қызметкері оған Эннидің бұл іске басты күдікті екенін еске салады. Ашуланған Энни ешқашан өз қызын ренжітпейтінін айтады. Содан кейін Дик Паулда оны атып тастағанша сенді деп қарсылық білдіреді. Біраз уақыттан кейін Паул қызын көру үшін үйге тоқтауға шешім қабылдады. Оның бұрынғы күйеуінің күтпеген жерден келуі Энниге ұнамайды. Ол әлі де ажырасуға ренжігені анық. Осыған қарамастан, ол Эмилидің оны қайта көргеніне қаншалықты қуанышты екенін көргенде, ақыры бас тартады. Олар сөйлесіп жатқанда, Паул бұрынғы әйелінің осы жердегі жаңа өміріне қызығушылық танытады. Энни өзгерістерге сенімді болуға тырысады және алға ұмтылуға бел байлағанын айтады. Алайда көп ұзамай әңгімеден оның жағдайы әлі шешілмейтіні белгілі болды. Кетер алдында Пол Эннимен оңаша сөйлесуге мүмкіндік табады. Қайта қосылуға тырысқанда, ол бұрынғы қателіктері үшін кешірім сұрайды және қарым-қатынасының үзілгеніне өкінетінін білдіреді. Алайда Энни болған оқиғаны ұмытқысы келмейді. Ол өмірінің ең қиын сәттерінің бірінде науқас анасына күтім жасау кезінде опасыздығы жасағанын есіне алды. Холл өз әрекетін түсіндіруге тырысады, бірақ Энни бұл талқылауды қайта бастағысы келмейтінін анық айтады. Алға ұмтылуға бел буған ол өзіне және Эмилиге қамқорлық жасай алатынын айтады. Енді талап етпей, Паул қоштасып кетіп қалады. Кейінірек Энни Эмилимен уақыт өткізуді ұйғарады және екеуі үйді қоршап тұрған жүгері алқабында ойнауға шығады. Егіннің арасында жүгіріп келе жатып, Энни ақыры қызын көрмей қалады. Осы кезде оның алдында жарқын жарық пайда болады. Бұл Эмили екеніне сенген Энни қызынан ойынды тоқтатып, жарықты өшіруді сұрайды. Оның таңғаларлығы жарқырау жоғалады. Алайда бірнеше секундтан кейін оның алдында жаңа шамдар пайда болады. Бірдеңе дұрыс емес екенін түсінген Энни үрейленіп, Эмилиді іздей бастайды. Үйге оралғанда, ол ақыры қызын резиденцияның төбесінде байқап қалады. Мен ол жерге қыздың қалай жеткенін түсінбеймін, бірақ не болғанын білмей тұрып, көрініс келесі күнге ауыстырылады. Алдыңғы түндегі оқиғаларға алаңдаған Энни шериф Дикті іздеп, оған мүлікте болған барлық оқиғалар туралы хабарлауды шешеді. Алайда полиция қызметкері жүгері алқабында байқалған шамдар әзілден басқа ештеңе емес деп санайды. Энни оны одан да маңызды нәрсе болып жатқанына сендіруге тырысады және Эмилидің үйдің төбесінде жұмбақ түрде пайда болғанын айтады. Бұл оқиғаға онша мән бермей, Дик қызбен сөйлесіп,
сол түні болған оқиғаны есінде ме деп сұрайды. Алайда Эмили ол жерге қалай жеткенін түсіндіре алмайды. Тергеуді ақтайтын ештеңе таппай, шериф сапарды аяқтап кетіп қалады. Кейінірек Энни жүгері алқабын бақылап, алдыңғы түндегі оқиғаларды түсінуге тырысады. Эмилидің сендіргеніне қарамастан, ол әлі күнге дейін сайттан табылған оғаш сызаттарға алаңдайды. Жауап іздеп, Энни сайтта байқалған жұмбақ шамдарды зерттейді. Ол баланың ізіне түсу ықтималдығын арттыратын веб-сайтты табады. Мазмұн Уолтер Симске тиесілі, ол көзге көрінбейтін жаратылыстар туралы теорияларға құмар. Бір бейнеде ол белгісіз тұлғалардың бар екеніне сенетінін айтады. Ол басқа адамдарды осындай оқиғалар туралы хабарлауға шақырады. Зерттеу кезінде үйдің сыртында жарық қайта пайда болып, Энни Эмилиді іздеуге жүгіреді. Осы кезде қыз бір түрлі қозғалысты байқап, не болып жатқанын сұрайды. Не болып жатқанынан қорқып, Энни Эмилиге жатын бөлмесінде қалуын айтып, оны анықтау үшін төменге түседі. Есіктен жүгері алқабын көріп отырып, лифт есігі өздігінен ашылғанда таңғалады. Содан кейін Эмили пайда болады және оны жатын бөлмесіне қайтарады. Не болып жатқанын түсінуге бел буған Энни қаруланып шығып, даладағы шамдарға қарай бет алады. Ол жақындап келе жатқанда, шамдар кенет сөніп, бұл жерді толық қараңғылықта қалдырады. Ол жүгері алқабында ілгерілеуді жалғастыруда, бірақ ештеңе таппады. Үйдің ішінен бір түрлі нәрсені байқаған ол артқа жүгіріп барып, Эмилиден есікті ашуын өтінеді. Қыз мойынсұнып, не болғанын сұрайды. Жүгері алқабындағы эпизодтан кейін Энни Эмилиден қасында басқа біреу бар ма деп сұрайды. Бірақ қыз оны жоққа шығарады. Ол қорқып, жағдайды түсінбейтін қызын құшақтайды. Келесі күні таңертең шериф Дик есепті тағы бір рет тыңдау үшін үйге оралады. Энни үйде Эмилиге жақындап келе жатқан біреуді көргенін айтады. Бірақ бұл түсініктеме полиция қызметкерін толық сендіре алмады. Осыған қарамастан, Дик оған сенетінін және отбасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететінін айтады. Осыған қарамастан, Энни өз үйінде сенімсіздік танытады. Шериф оны тыныштандыруға тырысып, істі тергеуге уәде беріп, кетіп қалады. Қайтар жолда ол Паулмен кездесіп, оған Эннимен сөйлесуге кеңес береді. Үйдің ішінде Паул бір түрлі оқиғалардан кейін Эннидің мінез құлқын түсінуге тырысады. Ол үйдегі әдеттен тыс белгілермен өзін бақылап тұрғандай сезіну туралы хабарлайды. Бірақ ол бәрін ұтымды етуге тырысады және қалыпты түсініктемелер береді. Ол Энниді тітіркендіретін дүрбелең шабуылдары болуы мүмкін екенін айтқан кезде әңгіме шиеленісе түседі. Талқылау басталмай тұрып-ақ, Эмили мұрнынан қан кетіп, барлығын есеңгіретіп тастады. Кетер алдында Пол Эннидің Эмилиге қалай қарайтынына алаңдаушылық білдіріп, қызына онымен бірге қалмауды ұсынады. Бұл оны есеңгіретеді. Кейінірек Энни түнде оны бақылау үшін қыздың жатын бөлмесіне монитор орнатады. Таң атқанда жүгері алқабынан шыққан дыбыстар оны шошытып жібереді де, камераға қараған соң Эмилидің төсекте жоқ екенін түсінеді. Үмітін үзген ол қызын жатын бөлмесінің есігінен тауып алады. Ал Эмили онымен түнеуді өтінеді. Көп ұзамай үйде жаңа дыбыстар естіліп, Энни барлауға шығады. Ештеңе таппаған соң, Энни жуынатын бөлмеге барады да, бетін жуған кезде шамдар жыпылықтай бастайды. Содан кейін ол бір түрлі қозғалысты байқайды. Бірдеңе Эмилидің жатын бөлмесіне қарай жылжиды. Ол сонда жүгіреді. Бірақ есіктің жабық екенін көреді. Көп ұзамай Эмилидің жатын бөлмесінің есігі өздігінен жабылады. Ал ішке кіргенде Энни қызын таппайды. Шарасыздықтан ол бүкіл үйді сәтсіз тінтіп, шериф Дикке телефон соғады. Жолда полиция қызметкері Эмилиді жолда жалғыз тауып алып, оны көлікке отырғызады. Сапар барысында қыз үйге қайта оралғысы келмейтінін айтады. Бұл Дикті одан сайын күдіктендіреді. Соған қарамастан, ол оны қайтадан меншігіне алып кетеді. Келгеннен кейін Энни қызын құшақтайды. Бірақ шериф болған оқиғаға әлі де күдіктеніп, болған оқиға туралы әлеуметтік қызметке хабарлайтынын айтады. Энни қандай да бір заң бұзушылықты жоққа шығарып, қызына ештеңе істемегенін айтып жауап береді. Бұл айыптауларға ашуланған ол қызына қарау керек екенін айтып, үйге кіруді сұрайды. Қазіргі уақытта шериф Дик Энниден жауап алуды жалғастыруда, ол бұл жерде қарудың бар жоғына күмән келтіреді. Ол бұл оның қауіпсіздігі үшін қажет деп санайды. Бірақ офицер оның арсеналдың қалған бөлігі және сол түні не атқаны туралы хабардар болуын талап етеді. Сол сәтте көрініс флешбекпен қайта оралып, оқ Эмилидің артында пайда болған адам емес адамға тигенін көрсетеді. Энни тіршілік иесіне соғылады. Бірақ ол қызды ұстап алып, жертөлеге апаратын лифт арқылы қашып кетеді. Шарасыздықтан ол оларға жетуге тырысады.
бірақ қызының ойыншығын ғана табады. Қазіргі уақытта Энни Эмилиді бірдеңе ұрлап кеткенін және ол әлі де үйде екенін айтады. Оны құтқаруға бел буған Энни оны алып кетуге қайта оралатынын айтады. Бірақ Дик оған сенбейді және оның оқиғасын абсурд деп санайды. Ол Энниді түрмеге ауыстыру үшін қамауға алуды бұйырады. Оны алып кетпес бұрын Энни полиция қызметкері уақытты босқа өткізіп жатыр деп мәлімдейді. Ал Дик қыздың қайтыс болғанын айтып, одан айып тағуды тоқтатуды сұрайды. Тасымалдау кезінде жолда сиыр пайда болып, жүргізушіні қорқытады. Жүргізуші көлікті басқара алмай қалады. Ол көпірден құлап кетеді. Апат Энниден басқасының бәрін өлтіреді. Ол аман қалады және қашып кету үшін кісендерін босатып үлгереді. Келесі күні таңертең полиция қызметкері Диктің қайтыс болғанын растайды. Осыған қарамастан, Дик Эннидің өлгеніне сенуден бас тартып, іздеуді жалғастыруды бұйырады. Тіпті жараланған Энни де үйге қайта кіріп үлгереді. Ол жертөледен өтіп, үйден пана табады. Ол жерде киімін ауыстырып, жасырын қаруын алып шығады. Іздеуді жалғастыруға дайындалып, ол Эмилидің жатын бөлмесіне қараса, кеудесі ашық, артында еденде үлкен тесік бар. Энни жақындап келе жатқанда, ол ішіндегісін көруге тырысады. Бірақ күтпеген жерден оны біреудің қолы ұстап алады. Содан кейін ол оянып, мұның бәрі жай ғана арман екенін түсінеді. Басқа амалы жоқ. Энни жауап алу үшін Уолтер Симске жүгінеді. Алғашында ол оған сенімсіздікпен қарайды және оны итеріп жіберуге тырысады. Бірақ ол қызын түсіндіре алмайтын бірдеңенің қолына түскенін айтқан кезде көзқарасын өзгертеді. Оған кіруге рұқсат бергеннен кейін Уолтер оған құбылыстар мен болжамды адам емес тұлғалар туралы жазбалар мен зерттеулерге толы ортаны ашады. Ол бұл істі бұрыннан бақылап жүргенін және болған оқиғаға қызығушылық танытып отырғанын айтады. Энни бұл туралы қайдан білетінін сұрағанда, ол анық емес жауап береді. Тек интернетте тараған ақпаратты көрдім деп мәлімдейді. Уолтер, егер бұл рас болса, жағдай көрінгеннен де қауіпті екенін ескертеді. Бұл тіршілік иелері бұл туралы бұрыннан білуі мүмкін де Энни тек қызын тапқысы келетінін айтады. Көргендері туралы сұрағанда, ол жаратылыстың қараңғыда бар екенін сипаттап, жаратылыстың көзіндегі бір түрлі жарқырауды атап өтті. Содан кейін Уолтер бұл оқиғаны қарашамдар деп атайтын нәрсемен байланыстырды. Ол эскизді көрсетіп, оның басынан өткерген оқиғамен сәйкес келетінін сұрады. Уолтер түсіндіріп жатқанда, Энни ауырып қалды. Мұрнынан қан кете бастады. Тіпті ол ұсынған суретке қарап, есінен танып қалды. Содан кейін бұл көрініс Эмилидің өзіне бөтен жаратылыс жақындап келе жатқан белгісіз үңгірдегі көрінісіне жол берді. Энни көзін ашқан сәтте оянып, мұның бәрі тек арман екенін түсінеді. Уолтер жаратылыстың шығу тегі туралы егжей-тегжейлі айтып, оны жойылып кеткен деп есептелетін. Балаларды ұрлауға жауапты және өмірлік энергиямен қоректенетін гуманоидты түр ретінде сипаттайды. Ол жыл сайын болатын жойылулардың санына сілтеме жасай отырып, мәселенің ауқымдылығын атап көрсетеді. Энни есеңгіреп, онымен қалай күресуге және қызын құтқаруға болатынын сұрайды. Уолтер алдымен жағдайды өз көзімен көру керек деп жауап береді. Және ол бір нәрсені өз көзімен көру керек екенін айтады. Уолтер Энниді оқшауланған бөлмеге апарып, ол және оның қызы үшін кешірім сұрайды. Содан кейін есікті құлыптайды. Ішінде Энни оны босатуға көндіруге тырысады. Уолтер, алайда, оның оларды құртуына жол бере алмайтынын айтып, өзінің бүкіл өмірін осы тіршілік иелерін іздеуге жұмсағанын түсіндірді. Ол енді әлемге көрсете алатын дәлелдері бар екенін және бәрі шындықты ашатынын айтады. Энни үмітін үзіп, бөлмені кез келген жолмен ашуға тырысады. Ал Уолтер бұл жерден кетіп қалады. Ол бөлмені аралай бастайды және кесінділермен жабылған үлкен қабырға суретін және балалардың жоғалып кеткені туралы жаңалықтарды тауып, оны қатты шошытады. Осы уақытта Уолтер Эннидің үйіне қайтып келеді және көп ұзамай әдеттен тыс бірдеңе болып жатқанын сезеді. Жүгері алқабынан бір түрлі шамдардың шығып жатқанын байқап, ол мәселені шешуге бел буады, бірақ тез шешімін өзгертіп, үйге қамалып қалады. Көп ұзамай бұл жер жарқыраған нұрға бөленіп, артынан бір жаратылыс пайда болып, оған шабуыл жасап, бетін жарақаттайды. Вальтер үрейленіп, көлікке қарай жүгіріп барып, қашып кетуге тырысады. Бірақ қашып бара жатып, тіршілік иесінің көліктің ішінде екенін түсінеді. Ол көлікті басқара алмай, аман қалу және шабуылдан құтылу үшін жолдан шығып кетеді. Вальтер ескі темір жолға жетіп, баспана іздеп, қараусыз қалған вагонға жүгіріп үлгереді. Көп ұзамай сол жерде жаңа шамдар пайда болып, оны байқамай жасырынып, бір орында тұруға мәжбүр етеді. Соған қарамастан, қазірдің өзінде жақын жерде бір тіршілік иесі бар және оны аңдып,
қорқыныштан мүлде сал болып қалады. Тыныштық қайта орнаған кезде Вальтер жасырынған жерінен қашып кетуге тырысады. Бірақ ақыры күтпеген жерден ұсталады. Жаратылыс оған жетіп, оған қатты шабуыл жасап, оны жарқыраған нұрға орап, оның өліміне әкелді. Кейінірек шериф оқиға орнына полиция тобымен бірге келеді. Не табылғанын сұрағанда, полиция қызметкерлерінің бірі мұндай нәрсені ешқашан көрмегенін айтты. Денеге жақындағанда, ол оның зорлықпен өлтірілген Вальтер екенін анықтады. Таңданып, ол оның жеке басы туралы сұрақ қояды. Ал офицер оның қастандық теорияларымен танымал болғанын және оның Энни компьютерден іздеген адам екенін түсіндіреді. Бұл арада Энни әлі де құлыптаулы тұрған бөлмеден қашып кетуге тырысып жатыр. Алыстан сиреналарды байқады. Ол шерифтің жақын жерде екенін түсініп, одан сайын мазасыздана бастайды. Полиция тобы бұл жерге кіруге тырысады, бірақ бәрі құлыптаулы екенін біледі. Басқа амалы жоқ. Олар күшпен енуді шешеді. Олар бұл жерді тінту кезінде сол жерде қалдырылған материалдарды әуесқойлық пен негізсіз теориялардың дәлелі ретінде қарастырады. Тексеру кезінде шериф Дик қандақтары бар майлықтарды тауып алады. Бұл оның үйде болған оқиғаға деген күдігін арттырады. Көп ұзамай шу топтың назарын аударып, топтың бір бөлігі тексеруге жіберіледі. Дик оның артынан Энни жасырынып қалуы мүмкін деп ойлайтын бөлмелердің біріне жалғыз өзі барады. Үй ішінде Энни қозғалмай қалады. Мұрнынан әлі қан кетіп жатыр және анықталмауға тырысады. Шериф едендегі қанды след байқап, оған жақындап, оны тауып ала жаздады. Осы кезде полицейлердің бірі оның сөзін бөліп, оның назарын басқа олжаға аударады. Ол Эннидің Уолтермен бірге пайда болған бейнебақылау камерасының суреттерін көрсетіп, олардың арасындағы байланысты көрсетеді. Полицияның назарын аударғанын пайдаланып, Энни қашып, аумаққа қайта оралды. Еденнің әлі де орнында екенін түсінгеннен кейін, ол жасырынып, оның кетуін күтеді. Осы кезде Паул кетіп, қызының денесін іздеуге шығады. Лифт есігі жұмбақ түрде ашылады да, ол метрода қалып қояды. Онда ол тұзаққа түсіп, қандайда бір тіршілік иесінің шабуылына ұшырайды. Еденді тінту кезінде Энни жертөлеге түсіп, тіршілік иесімен соқтығысады. Ол тез әрекет етеді, оқ жаудырады және қайтадан жер бетіне шығып үлгереді. Энни жертөлеге оралу үшін рухымен жиналады, бірақ кенеттен Дик пайда болады. Алайда құбыжық пайда болып, оған тез шабуыл жасалады. Оның өмірлік энергиясы таусылған кезде, құбыжық Энниге шабуыл жасайды, бірақ сәті түссе, ол өзін қорғай алады. Жарық. Бұл оған зиян тигізуі мүмкін екенін түсінемін. Ол зынданға түсіп, үңгірдің кіреберісін тауып, қызын іздей бастайды. Оның ішінде ол жердегі тесіктерді және өмірлік энергияның жетіспеушілігін анықтайды. Содан кейін ол Паулдың ес-түссіз жатқанын тауып, оның оянуына көмектеседі. Көп ұзамай екеуі Эмилиге осы тіршілік иесінің шабуыл жасағанын анықтады. Пол Энниге көлігінің кілтін беріп, оған сенбегені үшін кешірім сұрап, қызын құтқаруын сұрайды. Ол құбыжықты азғырады, ал Энни Эмилиді құтқарып үлгереді. Бұл жаратылыс Холлды өлтіреді, бірақ Энни қызымен бірге қашып үлгереді. Үйге оралғанда, ол құбыжықты жою үшін айналасына бензин шашады. Ол бензинді бүкіл үйге шашып жатқанда, тіршілік иесі оны таң қалдырады және өзін құтқару үшін күресуге тура келеді. Құбыжықтан қашып құтылғаннан кейін, ол тіршілік иесін бір жола құрту үшін үйді өртеп жібереді. Үй өртеніп жатқанда, екеуі бірге көлікпен қашып кетеді. Фильм барлық құбыжықтардың жойылмағанын көрсетумен аяқталады.